Бәріңе сәлем. Арнада әдеби ғасыр. Бастамас бұрын ролик астындағы қызыл кнопканы басып, лайктарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Абай Құнанбайұлы, 34-ші қара сөз. Жұрттың бәрі біледі, өлетұғынын және өлім үнемі қартайтып келмейтұғынын. Bir алғанда қата жібермейтұғынын. Қазақ осыған да амал жоқ нанады. Анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және хәммәні жаратқан Құдай бар, ақиретте сұрау алады. Жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылғайды. Жазғыруы да, жарылғауы да, пендесіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қинауы да бар, бегірек есепсіз жетістіруі де бар деп, бәріне сендік дейді. Жоқ, онысына мен сенбеймін. Олар сендім десе де, анық сенген кісіге уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егер осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз. Оларды мұсылман деп, қалайша иманы бар ғой дейміз. Кімде-кім ақиретте де, дүниеде де қор болмаймын десе, білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Екі ынтық құмарлық бірдей болмайды. Екі қорқыныш, екі қайғы, олар да бірдей болмайды. Мұнда екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда, қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы, ақирет қайғысынан, ақирет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер, біздің қазақта мұсылман екен. Егерде екі нәрсе кез болса, бірі ақиретте керекті, бірі осы дүниеде керекті. Бірін алса, бірі тимейтұғын болса, сонда біреу ақиретке керектіні алмай, екінші бір кез келгенде алармын деп. Жоқ, егер кез болмайтұғын болса, кең Құдай өзі кеңшілікпенен кешіреді дағы. Мына кезі келіп тұрғанда мұны жіберіп алсам деп, дүниеге керектіні алса, енді ол кісі жанын берсе, ақиретті дүниеге сатқаным жоқ деп нануға бола ма? Адам баласына адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туыссың. Өсуің, тойуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің, бәрі бірдей. Ақиретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, көрден мақшарда сыралуың, бәрі бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәресіне қаупің, екі дүниенің жақсылығына рахатың, бәрі бірдей екен. 5 күндік өмірің бар ма, жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің, өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреудің білгендігіне білместігін таластырып, біреудің бағына, малына күндестік қылып, я көрсе қызарлық қылып, көз алар тыспақ лайық па? Тілеуді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетімен еңбегіңді жандыр демей, пәленшенікін әпер демек. Ол Құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына не лайығы бар? Екі ауыз сөздің басын қосарлық не ақылы жоқ, не ғылымы жоқ бола тұра. Өзімдікін жөн қыламын деп, құр, ой Тәңірі-ай деп таласа бергенің несі сөз? Оныңның несі адам?